Кең жайлау, мүлгіген тыныштық. Дәл мынандай мұңлы үнсіздік кез келген адамды зеріктіріп жібереді. Бүкіл жер бетінде жалғыз сен ғана сияқтысың. Күллі әлемде сенен басқа қыбыр еткен жан жоқтай жалғызсырайсың. Өмірін малға арнаған шопандар үйреніп алған. Оларға бұдан өзге түктің де керегі жоқ. Ал ойын тойды көріп қалған адам үшін қу меден дала алғашқы күндерде жан тыныштық үшін жайлы болғанмен, көп ұзамай түрмеге түскендей күй кештіруі де мүмкін. Және ол қаныңда жыланы бар, әйел болса тіпті бөлек әңгіме. Көктем өз міндетін толығымен өтеп, дүниені жасартып, жаңартып беріп, жазға орын босатқан мезгіл. Сарғалдақтан ұшып шыққан көбелек қанаттарын көлбеңдете қағып келер бір жердегі қызғалдаққа қонды. Дәл соны аңдып артынан еппен басып келе жатқан бүлдіршін қыз қолындағы қалпағымен көбелек қонған гүлді жаба қойды. Көбелекті ұстағысы келіп жүр. Бұл жолда көбелек ұстатпай ұшып кетті. Өзіне қауіп төнгесін қанаттарын ерсілеу қағып, өз әлінше биікке самғап аулақтау жаққа жөнеліп берді. Бүлдіршін қыз келесі бір көбелектің артынан жүгіре жөнелді. Бұл Әйгерім атты қыз атақты жылқышы Әбдірдің дөй қалада әлдеқандай қызметте істейтін жалғыз ұлынан көрген тұңғыш немересі еді. Келіні босана салысымен алданыш болсын деп бауырларына басқан. Содан бері де аттай желіп 6 жыл өте шығыпты. Кемпір мен шалдың тәрбиесі жаман болмады. Кішкентай бүлдіршін мейірім мен ықыласына қан бөсті. Қазақ қызына тән жақсы қасиеттерді бойына сіңірді. Дүниенің кеңдігін көрді. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты деп басталған ертегідей ғұмыр кешіп жатқан. Бір күні қала мәдениеті мен тұрмысына мейлінше бейімделген келіні келіп, мектепке баруы керек деп желеумен алып қалаға да кетті. Шүйке де кемпір жандарындай жақсы көретін немерелерін амалсыздан беріп дастархан басына екеуден екеу болып қамығып қала берген. Сол күні кемпірдің көз жасындай болып аспанды торлаған қара бұлт нөсерлетті бір. Әйгерім бұл қалаға бұрында бір рет келген, ұнаған. Дегенмен ол кездерде азғантай күн болатын да апасымен бірге тайып кететін. Енді бір жола осы қаланың тұрақты тұрғыны болмақ. Бәрі керемет. Тек апасының бұны шығарып салып тұрғандағы жасқа толы жанары көзіне елестегенде кәдімгідей көңілі босап жүрді. Бір қызығы, бұл үйдегі өзінен кейінгі інісі мен сіңілісінен туған бауырларындай емес, туыстарындай сезінетін. Қала өміріне Әйгерім де жақсы бейімделді. Алғашқы кездерде каникул басталса, ауылға тартып отыратын. Кейін тек қана жазық демалыстарда ғана ат ізін салатын шығарды. Өйткені бұл қызға да өзінің өмір сүрген ортасы әсер етпей қойған жоқ. Мектепте жүріп сыныптастарының ығына жығылды. Кейін келе жоғары оқуындағы студент достарының да ықпалы болмай қалған жоқ. Қыздың өзі де үйде еді, қылығы түзде еді. Құс ұйқылы шаһарда жайлаусынды. Неон шамдар жарқыраған клубтар мен түрлі кафе, барлар құдды бір жайлаудың гүлдеріндей көзді арбайды. Ал сол мейрамханалардың бірінен шығып, біріне кіріп жүрген жастар сол жайлаудың көбелектеріндей. Әйгерімнің бүгін көңілі көтеріңкі. Тағы бір киноға түспек. Бұл жолы басты рөл болмаса да соған жете қабыл үлкен кейіпкерді сомдамақ. Бизнесмен жігіттің көңілдесі болып ойнамақ. Кастингтен өтті. Режиссердің тапсырмасы бар. Жасандылықтан аулақ болу керек. Роль барынша шынайы шығу үшін бизнесмен жігітті сомдайтын актер екеуі өмірде де бір-бірінше мейлінше жақын болу керек екен. Сол себепті екеуінің бірер күнге бірге жүріп тұруларына тура келеді. Бүгінде сол жігіт екеуі шағында бір кафеге келіп отырған. Дастархан үстінде азғантай ас мәзірі мен фужерлер тұр. Сонымен қатар екеуінің алдында екі қағаз жатыр. Актер жігіт өзінің алдындағы қағазға бір қарап қойып, Әйгерімді құшағына қызып мейірлене иіскеді. Қыз неге екенін қайдам, жігітке ықылассыз сияқты, көзінде мұң бар. Сол мұң бейшара қыздың көңіл түкпірінде жатқан қасіреттің көлеңкесі сынды. Сәлден кейін барып басын көтеріп, жігіттің көзіне тіктеп қарады. Содан кейін, қашан осылай жүреміз деді. Жігітіміз бұл сұраққа бұған дейін де әлденеше рет жауап берсе керек. Тағы да қайталайын ба дегенде ауыр күрсінді, үнсіз. Шылым алып тұтатты да фужердегі ішімдіктен бір ұрттап қойды. Қыз жігіттің не деп жауап берерін білсе керек артынша. Сен ғой еш нәрсені жолатпайсың, әйелің бар, балаң бар, өзіңше бір шаңырақтың иесісің. Ал менше, мен қашан осылай жүре бермекпін. Менің де бала сүйіп ана болғым келеді деді. Жаным, мен бәріне де дайынмын, тек отбасымен ажырас дегенді айта көрмеші. Сүйем дегенің қайда? Сүйген адам еш нәрседен де бас тартпау керек емес пе? Бастапқыдағы берген уәдеңнің өтірік болғаны ма? Көпірден өткеннен кейін қызыңды ұрайын дегеннің кері сенікі де. Қыз күнімнің қызығын көріп алып, енді жерініп шыға келдің бе? Мен саған былай да көмектесіп тұрамын ғой. Ретін тауып үйіңнің де жағдайын шешіп қойдым. Ана болғың келсе босан.
міндетті түрде үйлену керек емес шығар. Неке махаббаттың ажалы деген бар ғой. Саған салса солай болып тұр ғой. Маған тек сен керексің. Болды. Кешір жаным, олай болмайды, білесің бе? Мен осы халге қалай жетіп отырғанымды. Қайнатамның арқасында шықтым емеспін бе осы шаңға? Егер мен әйелмен ажырасатын болсам, бір-ақ күнде қаңғып қаламын. Керегі жоқ еш нәрсенің. Қаңғысақ бірге қаңғиық. Қол ұстасып жаңа өмір бастайық. Қаңғып жүріп көрген бақыт пен махаббаттың қажеті жоқ. Бет пердеңді енді ғана шешіп отырсың. Сендей адамда ешқандай махаббат болмайды. Жарайды, мен көндім. Үйіңді алып бер. Мен сенен туамын. Және балаң өскенге дейін қарайласып тұрасың. Мен сенің бір үйің боламын. Осы сөзді айтып болғысымен Әйгерім актер жігіттің құшағына тығыла түсті. Жігіт оны мейірлене иіскеп, маңдайынан 2 мәрте сүйді. Содан кейін орнынан тұрды да, бүгінше осы да болар деді. Иә, бұл екеуі режиссердің қолдарына берген сценарийлер бойынша дайындық жасап отырған. Дайындықтары жаман болмады. Бұл бір ғана көрініс. Енді басқа да сахналарға дайындық жұмыстары керек. Актер де, актриса да режиссерға айтуын айтқан. Еркек пен әйелдің құпиялары, көрпе-саттылық қатынастарын ашық көрсетпей-ақ қойсақ қалай болады деп. Оған көнетін режиссер ма? Біз сондай қазақты ұяңдықтан арылтуымыз керек. Қашан қашамыз? Ол да адамдық қатынас. Егер ойнағыларың келмесе, бас тартуларыңа болады деген. Қайдан бас тартсын? Айында жылында бір түсірілетін кинодан қашып, бұларды жынға қақпа. Енді киноны кімнің қашан түсіретінін бір Құдайдың өзі білсін. Оның үстіне бұл өнер ғой деген түсінік тағы бар. Мейлі, уақыты келгенде көрерміз деген. Оған дейін өзге эпизодтарға дайындығы жүргізбек, ал жаңағыдай қатынастарды сол сәтінде жасамақ. Ол кезде енді оператор, режиссер, жарық қоюшысында бірнеше адам тұрады ғой қастарында. Болашақ кинода бір-біріне етене жақын рөлді ойнайтын екеуінің біреуі, яғни актер жігітті бүгін дайындықты аяқтап үйіне тартып отырған, бала шағасы күтіп отыр екен. Ал Әйгерім ешқайда асықпайды. Өйткені оны күтіп отырған ешкім жоқ. Әке мен шеше бойжеткен қыздың өз ақыл өзінде ғой деп еркіне жіберген. Бір жағынан жұмыстары осындай болу заңды шығар деп те ойлайтын. Бір қарағанда Әйгерім мен актер жігіт өз рөлдерінде мейлінше ұқсайтын. Ана отбасылы еркек, мынау жалғызбасты келіншек. Рөлдерінен жалғыз ғана айырмасы сол екеуінің бір-біріне деген сезімдері ғана жоқ. Әй, бірақ сезім дегеннің өзінде тұрлаусыз нәрсе емес пе? Лап етіп жану да, лып етіп өшуі де тез. Әйгерім ала көлеңке залдың бұрышындағы дастарханда отырған күйі түпсіз терең ойларының шырмауына түскен. Бұрынғы рөлі тым жақсы болатын. Салихалы суреткердің фильмінде еден жуушы әйелдің қызының образын сомдаған. Енді міне, бүгін мынандай рөл бұйырып отыр. Шыдасаң осы, шыдамасаң жолыңа не? Бұл өнердің заңы. Бала күнгі арманыңды аяқ асты етіп, алдыға қойған мақсатыңды орта жолда қалдыру әркім үшін ақ қиын. Жарайды, ойнауын ойнап-ақ берермін. Бірақ ол кино жарыққа шыққанда жұрт не деп ойлауы мүмкін? Басқасын қойшы. Бұның әр қадамына құт тілеп, ендігі қала өмірдегі бар қызығын осы қыздан күтіп отырған атасы мен апасы ше. Бәрін қойшы. Сүйіс десе сүйісе салар-ау мейлі. Төсек тірлігін ашық көрсетемін деген қиындау болып тұр. Енді 100% жыр қылатындай Голливуд емес қой. Кеудеден жоғары жақтақ суреттертіндері анық. Соның өз қиындау болып тұр. Ал бас тартайын десе, контрактқа қол қойылып қойған. Қомақты гонорар ол тұр. Күлімдеп қол жетер жерде. Қайсы біріне бас қатырарсың? Қыз да қолын бір сілтеді. Іштей, бұл өнер деді. Мектеп кезінде әртүрлі байқауларға қатысып көзге түсіп үйренген қыз үлкен өмірдің босағасынан аттарында осы бір қиын да қызық өнер жолын таңдаған. Әкесі аздап қарсылық білдіргенмен шешесінен асып кете алмаған. Әкесі басқа бір дені дұрыс оқу керек екендігін алға тартқанда да шешесі, сен осы қазақбай көзқарасыңды тықпаламашы, онсыз да менің жолымды кескенің аз емес саған. Менің жетпеген арманыма қызым жетеді. Кемпір мен шалдың ықпалынан енді ғана арылып келе жатқанда байқұс қыздың жолын байлама, Құдай берген талантқа обал қыласың деген. Міне сол бір ауыз сөз Әйгерімнің актрисалық жолын ашып берген болатын. Содан бері осы өнердің соңында. Осындай екіұдай сезімдердің шырмауында қалып бір-біріне кереғар келетін ойлармен бас қатып отырған еді. Ол аз болғандай көрші үстелде отырған жігіт те мазасын алып біткен. Өзінің де түр-тұрпаты өнер адам деуге келетіндей. Шашын иығына қарай қоя берген. Сақал мен мұрты да өзіне ерекше өң беріп тұр. Тек бір жаман жері өлі ішкен-ау шамасы. Кәдімгідей тілін шайнап отыр. Сөздері берекесіз айтып отыр демесең, ойлары сұмдық екен. Бірақ Әйгерімнің есі шыға бастады. Темек шегеді екенсіз иә деді жалбыр шашты жігіт. Шегемін, несі бар деді.
бұл тіксініп қалып: «Коньякты ішеді екенсіз. Ішсе не бопты? Қара көз ішпеген ғой». «Иә, ішпеген. Ол кезде мұның бірі де болмаған». «Болған, бірақ ішетін әйелдер болмаған». «Жарайды, бәрі болған дейік. Қара көз бәрі бола тұра татпаған. Сонымен не айтқыңыз келіп тұр? Ішіп шегіп әбден ластанып алып, сондай таза пәк адамдардың рөлін қалай ұялмай ойнайсыз? Адам деген өз ойнаған рөлге лайық болу керек қой. Егер сіздің осы қылығыңызды бір жас бала көрсе, қара көзге деген ықыласы суиды ғой. Неге? Өйткені ол қара көзді сізде бұғады. Егер ол бала спектакльді көрген болса, менің өзім сіздің мына отырысыңызды көргеннен кейін сіз ойнайтын спектакльдерді көруден бас тартар едім», деді ана бір алқашсымақ пәле. Жан дүниесіндегі мың сан ойлармен басы қатып отырған қызға бұл әңгіме оңай соққан жоқ, кәдімгідей ойландырып кетті. Шындығында осы уақытқа дейін осындай ой мазаламаған екен. Театрда, кино саласында ең бірінші орында шеберлік тұрады-ау. Шеберлікті айтамыз-ау. Әшейін беттің әрлілігінің өзінен бәрін жоғалы бағалығы емес пе? Сонда жан дүниенің тазалығы, жанның сұлулығы шынымен ұмыт қалған ба? Мүмкін біздің көбіміздің сомдаған образдарымыздың жасанды шығып жататын себеп сонда шығар. Жансыз тірлігіміз жанымыздың әбден ластанып біткендігінен шығар деп ойлады Әйгерім. Орнынан сүйретіліп тұрды да сыртқа қарай беттеді. Бұндай сәтте не істеуге болады? Бұл азаптан құтылудың жолы бар ма? Ол сөмкесінен ұялы телефонын алып бағанағы актер жігітке қоңырау шалды. Үйінде екен. Әйгерім оған өздері қоштасқан жерге кел деді де қоя салды. Ақыр құрыған дүние екен, бірақ құрсын деп ойлады. Сосын аспанға қарап тұрды да өмірдің өз театры деп күлді. Бірақ бұл сөздің авторын есіне түсіре алмады. Жан тазалығын былай қойғанда біз сорлыда білімде жоқ екен ғой деген ой қылаң берді. Актер жігіт келді. Екеуі үндемеген күйі біраз жер жүрді. Жігітіміз қыздың не оймен шақырғанын біледі. Бірақ бүгінгі мына көңіл күйі жігітке мүлде ұнаған жоқ. бір түрлі салқын. Жеке қалдық екен деп мойнына асыла кеткен жоқ, еркелеген жоқ. Азат, айтшы, мен сен үшін кіммін? Рас, сенің арқаңда театрға келдім, киноға түстім. Тым жақсы рөлдерге қол жеткізіп ойнап шықтым. Тіпті телевидениеге де сен кіргіздің, халыққа таныттың, ақысын алдың. Бұл не тағы, кезекті дайындық па? Жоқ, бұл театрда да, кинода да рөл емес. Бар болған менің өз өмірімнің рөлі. Айтайын, сен мен үшін талантты актрисасың. Сол үшін саған қолымнан келгенше жәрдемдескім келді. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей. Бар болған сол ма? Егер олай болса, сол еңбегіңнің ақысын алу міндетті ме еді? Жоқ, бар болған ол емес. Білесің ғой, сен менің махаббатымсың. Менің мынау жалған дүниедегі жұбанышымсың. Олай болса, сен менің бөтенім емессің, жұбанышым болдың. Енді саған қуаныш сыйламақпын. Қалай сонда? Солай, мен сенен аураяқпын. Жігіт үнсіз қалды. Енді жетпеген осы еді деп ойлады ішінен, не дерін білмеді. Азат бұл қызды шын мәнінде жақсы көреді. Өмірлік ақиқаты да сол. Ол Әйгерімді көргенде өмірлік жары болатын адамға кеш кездескендей әсерде болған. Дегенмен шындығын айтқанда Әйгерімнің артынан аздаған әңгіме ерген еді. Бейшара жігіт бар болған сол әңгімеден қашқан. Сөйте тұра қимайтын. Өмірлік жар етпесе де қадір-қадіріне жанына жақын ұстамақ ниетте еді. Егер намыс деуге келетін болса, сол баяғы еркек кіндік намыс жібермеген. Қашан тексерілдің? Бағана неге айтпадың деді. Айтқым келмеген. Енді амалсыз айтпақ болып отырмын. Бүгін бардым, 5 апта болыпты деді. Сақтанбадың ба? Енді не істейсің деді. Не істейсің емес, не істейміз деп сұра. Бұл сұрақтың жауабы сол. Үйленеміз деді. Жігіт тағы да үнсіз келе жатқан. Кенет қыз күліп жіберді. Күлгенде де даусымен бар әлемді тітіркендіре күлді. Жиіркене һәм жиіркендіре күлді. Содан кейін жігітті тоқтатып қорқасың деді. Жігіт не айтып тұрсын дегенде Әйгерімнің бетіне аңтарыла қарады. Актриса сасқан жоқ, түк болмағандай әңгімесін әрі қарай жалғады. Бағана сен кеткесін бір кісі менің мазамды алды, өз мас, бірақ ойлары сау. Сол кісі маған әрқайсысың өздеріңе лайық образдарды сомдаңдар деді. Бұл саған да қатысты. Соның ұзақ сонар мылжың әңгімесін тыңдап болғаннан кейін мен өз басым Томиристің рөлін ендігәрі ойнамаймын деп шештім. Сен де сөйт. Гамлет пен Төлегеннің рөлінен бас тарт, ұят болады деді. Қойшы, қайдағын айтпай. Сенің қандай рөл ойнайтыныңды мен білемін. Ал менің кімді сомдайтынымды сен білмейсің. Өзіңе жақсы болса сөйтіп жүр. Қайда бір алқаштардың сөзінің ықпалымен деді. Оның ойы халықтың ойы. Тек қайдағы бір аузының дуасы жоқ адам айтты демесең. Бізге солай істеу керек. Айналайын, не істесең де оны істе. Ана ішіңдегі баланы да не істейсің? Тойыс не істейміз? Бар қайғың сол болып келе жатса, онда қуан. Ешқандай да бала жоқ.
және еш уақытта сенің ойраныңды шығарып опа таппаспын, қорықпа деді. Жігіт қызға білдірмей ух деп ауыр күрсінген. Қыз үндеген жоқ. Тек өмірге жаңа келгендей бар әлемге жаңаша қарап, жаңаша ойлана бастады. Мына кинодағы рөліміз екеуміздің өз образымыз. Осы өз өмірімізді жақсылап ойнайық, содан кейін актерлікті қояйық. Қалай өз образымыз, айтып отырған өз өмірімізің не? Құдай-ау, енді өзің не ойнап жүргеніңді білмейсің бе? Сен отбасын сатып кетуге дайын еркексің, ал мен сен азғырушы әйелмін. Бар болған осы. Тек басқалай аяқталады. Сен отбасымен қаласың, ал мен өлемін деді. Актер жігітіміз қыздың мына сандырағына шыдамады білем. Үн-түнсіз біраз уақыт қалшылдап тұрды да, еш нәрсе деместен айналып кетіп қалды. Әйгерім шын мәнінде мына арсыз тіршіліктен жалыққан еді. Сырттағы басқа адамдарды былай қойған күннің өзінде үйіндегі шешесінің өзінің де кім екенін танығандай болды. Шешесі бұл қыздың арзан атағы мен көлденең табыстарына әбден малданып алған еді. Осындай бір рөлді ойнайтын болдым, бірақ мынандай кемшіл тұстары бар дегенде, сол шеше басқа еш нәрсе айтпастан, бар болғаны гонорары қанша екен деп сұрады еді-ау. Гонорарын айтқанда көз жайнап сала берген. Ойна, онда тұрған не бар? Заман басқа, заң басқа демеп пе еді. Енді бұны кім аясын? Оның үстіне соңғы уақыттарда әкесі де істі болып, отбасыларының берекесі қаша бастады. Әйгерімнің мына бір лас әлемнен безіп кеткісі келді. Енді далаға қой бағып кетсе ғой деп ойлады іштей. Осы ой басына келу мұң екен. Бейшара қыз жаңа өмірдің жолын тапқандай қуанып кетті. Араға күн салмастан театрға барып, 1 жыл уақыт мерзіміне ақысыз демалыс берулеріңізді сұраймын деп, өз өтініші бойынша жұмысын босады. Телевиденияда хабары жабылып қалып, ол жерден онсыз да босаған. Киноның да мәселесі тез шешілген. Түннің бір уағында қызып алып, ұялы телефонына хабарласқан режиссерға беймезгіл уақытта басымды қатырмаңыз. Міндетсінгеніңіз рөліңіз болса, сол рөлге лайық жақсы актриса табыңыз дегенде қойған. Сонымен бар мәселе шешілді. Тек бірер айға ауылға кетемін, демаламын дегенде, бұған арқа сүйеп үйреніп алған шешесі: айналайын-ау, біз қайтеміз деген. Әйгерім болса, өлмессіздер деді де, қайдасың ал деп тартып тұрды. Кемпір мен шалдың қуанышында шек жоқ. Өздерінің керек екендігін сезінген көңілдер масайраған кейіпте. Әйгерімнің алғаш шәріп таныған хаттарын алып қайта бір оқыған. Қызым айтқанында тұрды. Үлкейгенде келді деп шал мәз-мейрам болып жүр. Әйгерімге жанына тыныштық тапқандай лас әлемнен құтылып, тап-таза дүниенің есігін ашқандай рахат күй кешіп жүрді. Тек кей түндерде әйелге тән құштарлық қинағанда құс жастықты құшақтап, атар таңды көзбен атыратын болмаса, ауылға келгеніне 10 күн өткенде қинала бастаған. Дастархан басында үшеу отыр. Кемпір мен шал немерелер құйған шалды баппен сімірер түсуде. Қыз болса оң қолмен шай ішіп, сол қолмен астындағы бөспекті мыжғылай берген. Бір уақытта атасы мен апасына байқатпай, астындағы бөспекті үшбұрыштап бүктеді де, үшкір жағын астына қойып, ат қылып мініп отырды. Тек әрі-бері қозғалақтап, тыныш отыра алмады. Шай ішіліп болғаннан кейін атасына: сіз демалып алыңыз деді де, өзі атқа мініп, отырарға қарай шаба жөнелді. Ат шапқан сайын жаны кіре түсті. Бұл да аттың осы бір шабысын асынғандай одан да қамшылап тебіне берді. Ақыр соңында аттың қан сорпасы шықты. Бұл болса аттан құлай кетіп, көк шалғының үстіне шалқалай жатты. Содан кейін киімдерін шешіп тастап, сайда сылдырлай ағып жатқан өзенге шомылдай дейсің. Бұның құштарлығы қайтып мауқы басылғанша аттың да тері кепті. Кешкі салқынмен қойларды үйге қарай айдап келіп, ашуына мініп тұрған қымыздан 2 кесен қатарынан тартып жіберді. Сол бір күнгі желікбасар қылығы қызға ұнап қалды. Сол себепті кей күндері қанындағы жыландарды бас көтеріп жатқанда атасына көмектеспек ниетті желеу қылып атпен шаба жөнеледі. Бүгін де отарды аулаққа айдап салып өзі атпен шаба жөнелді. Аттың үстінде кетіп бара жатып үстіндегі киімдердің біртіндеп шешіп лақтыра бастады. Ең соңында лыпалы қалпында таудың салқын суына көміп берген. Кім бар бұған қарап тұрған? Ол қыздың ойы, ал шын мәнінде қарап тұрған адам жоқ емес еді. Бұлармен іргелес сайда қоңсы жатқан қойшының Мәрлен атты ұлы бұл қыздың әрбір қылықтарын таудың беткейіндегі аршаның арасына кіріп алып, дүрбімен қызықтап жататын. Күліп жатып жым ба пері ме деп ойлайтын. Дей тұрғанмен қызға қарап жатып, өзі де бір түрлі болып кететін. Бірақ жанына жақындап бара алмайтын. Бүгін бойындағы бар батылдығын жинап, қыздың жүріп өткен жолындағы шашылып жатқан киімдерін жинап, өзенде шомылып жүрген қыздың жанына келді. Айдалада ойламаған жерден кезіккен жігітті көргенде қыз тілін жұтып қойғандай меңірейіп қалды. Оның қолындағы өз киімдеріне көзі түскенде тіпті айтарға сөз таппады. Жігіт қыздың киімдерін жерге тастады да,
Шашылып жатқан бұл не қылған киімдер десем, сіздікі екен ғой деді білмеген адамша. Иә, менікі, күн ыстық болған соң ешкім жоқ шығар деп шешіп тастағам деді. Қыз ұялған тек тұрмастың керіне салып. Ыстығыңыз басылды ма? Қайдам? Әрірек тереңірек жерге барып шомылсаңызшы. Батып кетем бе деп қорқам. Онда жақсы жүзе алмайтын едім. Батып бара жатсаңыз мен құтқарып алармын. Ақысына не беруім керек? Онсыз да киімді жинап келгеніңізге қарыз болып қалдым ба деп қорқып тұрмын. Мен жасаған жақсылығыма ақы алып көрген жоқпын осы күнге дейін. Онда көрейін батылдығыңызды деді де қыз терең жаққа қарай жүзе жөнелді. Бір уақытта шынымен жүзе білмейтін адамша суға бір батып бір шығып тұншыға бастады. Жігіт байғұс шешінбестен суға сүңги кетті де бұны кеудесінен қыса ұстап жағаға қарай сүйреп шығарды. Жағаға шығарды да шалқасынан жатқызып қойды. Қыздың көзінің жұмулы жатқанын пайдаланып, ақ сазандай денесіне көз жүгіртіп өтті. Қыз көзін ашқанда жанарын тайдырып әкеткен. Жынды екенсіз, есіңіз дұрыс емес пе дегеніңіз бе? Жоға, біздің ауылда керемет екенсіз дегенді осылай айтады. Қалай сонда керемет екенмін? Сұмдық сұлу екенсіз. Мен сіз секілді жалаңаш қызды өмірінде бірінші рет көріп отырмын. Киініңіз, суық тиіп ауырып қаларсыз. Қыз киіне бастады. Әдейі асықпай киінді. Бірінші төменгі жақтағы киімдерін ілді. Содан кейін сәл отырды. Жігіт бас салар ма екен деп ойлаған. Шын мәнінде бас салса екен деп армандады. Өмірінде бірінші рет жалаңаш қыз көріп тұрған қойшы бала бұл күткен батылдыққа бармады. Бір кезде әдейі төс тарғышымның ілгегін іліп берші деді. Қызық екенсіз, өзіңіз тарта алмайсыз ба? Мен жоқ болсам не істер едіңіз деді. Үйге барып апама ілдіріп алар едім. Онда сөйтіңіз. Іле салу мен судан сүйреп шығудан қиын емес шығар. Іліп бере салсаңыз неңіз кетеді? Қызық екенсіз. Мен өмірімде іліп көрмеппін ондайды деді. Иә, қызықпын. Кел үйретемін. Түк те қиындығы жоқ. Тартып тұрып іле саласың. Шынымен түк те қиын емес екен. Тартып тұрып іле салды. Іле салды да тағы теріс қарап отыра кетті. Қыз іштей тормыз деді. Тормыз болмай шықты. Күтпеген жерден қыз сызба деді. Енді шайтан емес шығармыз деді. Қыз жігіттің қойған сұрағын түсінбегенсіп. Жоқ, мен басқалай айтқам. Қалай сонда? Анандай ғой. Солай десеңші, жауап беру міндетті ме? Жоға, өзіңіз білесіз ғой. Мен жай әншейін сұрай салғам. Жауап беру керек болса жауап берейін. Иә, қызбын. 12-де бір гүлім ашылмаған деді күліп. Өзім де солай ойлағам деді жігіт қыздың қылжағына риясыз сеніп. Екеуі үйге қарай қайтты. Жігіт өз жолына бұрылар тұста атының басын тартып, біз мына дөңнің арғы жағында тұрамыз деді. Жақын тұрады екенсіздер ғой. Кешке жақын келіп тұр. Не істейміз? Жұлдыз санаймыз. Онда ертең келейін. Бүгін аспан бұлтты ғой, жұлдыздар көрінбейді. Әйгерім мына жігіттің аңғалдығына таң қалды. Не деген таза адам деп ойлады. Кенет қалада қалған актер жігіт есіне түсіп, мына бір қойшы баланың тіпті бағасы аспандап шыға келді. Түн, мамыражай тыныштық. Тек ара-тұра әупілдектің даусы шығады. Иттер де анда-санда болмаса онша көп шәуілдемейді. 980, 600, 987. Ой, шатасып қалдым. Ана жұлдыз санадым ба, санамадым ба? Қайсысын айтасың? Ана біреуін айтамын. 7 қарақшының 5-ші жұлдыздың оң жағында көмескі жұлдызы. Санаған жоқ шығарсың. Әй, санадым-ау деймін. Болды, қойшы, жалығып кеттім, денем тоңып тұр. Атаңның ішін киіп алмадың ба? Қойшы, сен жылтшы мені. Сөйтіп жұлдыз санап отырған жігіт пен қыз тоңазған денелерін жылту үшін екеуі бір адамдай болып, жігіттің ұзын әскери плашының ішін паналап алған. Жігіттің шалын шарпыған оттай дем жиілеп бара жатты. Бір шоқым күрең бұлттан жарқ етіп шыға келген айдың нұры екі бірдей жалаңаш денені жарқ еткізді. Екеуі де шалқаларынан жатыр екен. Жігіт аузына ши тістеп алыпты. Бағанағы қыздың мұздадық деген өтірік екен. Мұздаса осылай жата бере ме? Мәрлен-ау, жасың қаншада? Осы күзде 27-ге шығамын. Нағыз шағында екенсің ғой. Үйленбейсің бе? Қыз жоқ. Мен ал. Тимейсің ғой. Тисең ертең-ақ әкемдерді құдалыққа жіберер едім. Кім айтты тимейді деп? Алсаң қазір-ақ қол ұстасып кете бермеймін бе? Екеуі қайтадан бір дене болып қалған. Әйел бойындағы жыландар жай тапқандай тамырындағы қаны баппен ағып жатты. Мектепті бітіре салысымен қой бағып, тау асып кеткен бұтайдың бірінде көрмеген жігіт байғұс орнынан атып тұрып, үйленейікші деді. Мына бір аңқау жігіттің алаңғасар қылығына сыңғырлап күліп алған Әйгерім, кет бар әрі, жынданғанбысың, қой айналайын, обалыңа қалып жүрмейін, бәрі әзіл ғой деді. Осылай деуін дегенмен, шын мәнінде мерейлі жігіттің жары атануын қашпас еді. Бұндайды көрмеппін деген жігіт бұған деген ықыласы жанын жібітіп ақ жіберген. Мәрлен ондайды көрмесе Әйгерім осы күнге дейін мынандай мейірімді көрмеген екен. Көздерінде от ойнаған жігіттің
мейірімін кетіп мына сұм жалғанның қай бұрышынан жылу таппақ, бәрін тастауға дайын еді. Бірақ бір тап-таза періштеге өзін лайықсыз санап қиналды. Қой құрсын, есің барда еліңді тап деген. Ертең қалама қайтамын деп тағы бір ойлады. Бірақ ол ойына жетіп үлгермеді. Үлгертпеді ғой Мәрлен оған. Гүлге қонар көбелек, жаңбыр жауар себелеп. Ден сау болса болған-ай, аса байлық не керек? Бұл ән Мәрлен мен Әйгерімнің құдалық тойында отырған кемпірлердің дастархан басына тойбастар табақтары келген кездегі әулете салған әні. Үйдің іші 2 жасқа бақыт тілей келген қонақтарға толы. Барлығы да шын қуанып отыр. Тек жолы қаладан келген Әйгерімнің шешесі ғана көңілсіздеу. Мына қыз есінен адасқан шығар деп ойлайтындай. Ол әйелдің салқындығына құдалықтары жарасқан қарт шопандар пысқырып та қарамады. Ойламаған жерден бастала кеткен құдалықтарына 1000 жылдық болсын деп мәре-сәре болып жүр. Мәрлен бұрқылдап қайнап жатқан қазанның астындағы шоқты алып самаурынға салып отыр. Ара-тұра келіншегіне ұрлана қарап жымиып қояды. Әйгерім болса бір гүлден ұшып шығып, келесі бір гүлге қонған көбелекке көз алмай қарап отыр. Әңгіменің соңы.